Өзгенің өніміне көз сүзбей, өзіміздің шикізатты өңдеу керек. Бұл премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың сөзі. Бүгін ол Қостанай облысында жұмыс сапарымен болып қайтты. Аймақтағы ірі кәсіпорындарды аралап, жұмысымен танысқан Бақытжан Сағынтаев астықты өлкеге атпасын тіреді. Алқап басында министрге нөлдік технологияның жетістіктері мен артықшылығы баяндалды. Биыл қостанайлық диқандар 4,5 миллион гектар жерге дән егуді жоспарлаған. Оның 90%-ға жуығын астық тұқымы құрайды. Ал қалғаны майлы дақыл. Бидай алқабының 1 миллион гектарына ылғал сақтау технологиясы қолданылады. Қостанайдағы жұмыс сапары барысында премьер-министрдің бірінші орынбасары ауыл шаруашылық саласына қатысты алқалы жиын өткізді. Басқосуда саланың өзекті мәселелері көтерілді. Жиынға ауыл шаруашылық министрі Асылжан Мамытбеков те қатысты. Имея то богатство, которое у нас сегодня имеется. Біз үшін қолдағы шикізатты өңдеуді қолға алатын уақыт жеткен секілді. Ал нарықты кедендік одақтың өкілдері, яғни көрші мемлекеттің өнімдері жаулап алды деп үнемі айта беруіміз дұрыс емес. Мен жаңа ғана бұл мақсатқа бөлінген қомақты қаржыны Қостанай облысы қаншалықты игеріп жатқандығынан, қайта өңдеуге қатысты қанша жобаның бар екендігінен хабардар болдым. Дегенмен дүкен сөрелерінде жергілікті өнімнің көбеюін біз қадағалап отырамыз. Бизнес және қайырымдылық бүгін Астана